Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі жасайтын зертханаларымыз карбон қышқылдарының химиялық қасиеттері. Бірінші тәжірибе. Қаныққан карбон қышқылдарының суда және органикалық еріткіштерде ергіштігі. Қажетті құрал жабдықтар мен реактивтер: сынауық, құмырсқа, сірке қышқылы, май және де стеарин қышқылы. Құрғақ сынауыққа 0,5 грамм құмырсқа қышқылы, сірке қышқылын, зәйтүн майын, оның үстіне стеарин қышқылын салып, сынауықты жайқаймыз. Алынған ерітіндідегі қышқылдарды еріту үшін спиртшамен қыздырамыз. Нәтижесінде қоспадағы қышқылдардың толығымен ерігенін көруге болады. Екінші тәжірибе. Карбон және минералды қышқылдардың күшін салыстыру. Қажетті құрал жабдықтар мен реактивтер: сынауық, индикатор қағазы, құмырсқа қышқылы, сірке, май, пальмитин, стеарин қышқылдары және тұз қышқылы. Ең бірінші құмырсқа қышқылының бір тамшысын индикатор қағазына сынаймыз. Индикатор қағазы қызғылт сары түске боялды, яғни бұл әлсіз қышқыл. Бірақ сірке қышқылына қарағанда қышқылдығы жоғары. Келесі сірке қышқылын индикатор қағазымен сынаймыз. Бір тамшысын алып, индикатор қағазына тамызамыз. Индикатор түсі ашық сарыға өзгерді, яғни қышқылдық күші әлсіз. Келесі минералды тұз қышқылын сынаймыз. Пипеткамен бір тамшысын алып, индикатор қағазына тамызамыз. Индикатор қағазы қызыл түске боялды, яғни қышқылдық күші күшті қышқыл. Нәтижесінде қышқылдардың қышқылдық күші әлсіз, ал минералды қышқылдардың қышқылдық қасиеті күшті екенін көруге болады. Үшінші тәжірибе. Құмырсқа қышқылының тотығуы. Қажетті құрал жабдықтар мен реактивтер: сынауық, құмырсқа қышқылы, калий перманганаты, газ өткізгіш түтікше, мұзды сірке қышқылы, күкірт қышқылы және әк суы. Ең алдымен құрғақ сынауыққа 1 мл құмырсқа қышқылын құйып аламыз. Оның үстіне 2-3 тамшы калий перманганаты ерітіндісін құямыз. Сынауықтың аузын газ өткізгіш түтікшемен жауып, штативке бекітеміз. Әк суын екінші сынауыққа құйып аламыз. Қоспаны қыздырамыз. Түтікшенің ұшына әк суы салынған сынауықты қоямыз.
Қыздырған кезде реакциялық қоспа түсізденеді, ал кальций карбонатының түзілуіне байланысты әк суы лайланады. Екінші сынауыққа 0,5 мл мұзды сірке қышқылын құямыз. Оның үстіне 2,5 мл 5% күкірт қышқылының ерітіндісін қосамыз. Үстінен 5 мл 1% калий перманганатының ерітіндісін құйып, аузын газ өткізгіш түтікшесі бар тығынмен жауып, штативке бекітеміз. Ерітіндіні қыздырып, түтікшенің ұшын алдын ала дайындалған 1 мл әк суы бар сынауыққа батырамыз. Нәтижесінде әк суының бөлінген SO2 газының әсерінен лайлануын байқаймыз. Төртінші тәжірибе сірке қышқылын алу. Қажетті құрал жабдықтар мен реактивтер: сынауық, натрий ацетаты, күкірт қышқылы, газ өткізгіш түтікше және лакмус қағазы. Құрғақ сынауыққа 1 грамм натрий ацетатын саламыз. Оның үстіне 2-3 мл концентрленген күкірт қышқылын қосамыз. Сынауықты газ өткізгіш түтікшемен жауып, штативке бекітеміз. Қоспаны қыздырып, бөлінген газды анықтаймыз. Бөлініп жатқан сірке қышқылының буын, оның иісі бойынша немесе лакмус қағазының түсінің өзгеру бойынша анықтауға болады. Бір тамшы ерітіндіні алып, лакмус қағазымен сынаймыз. Лакмус қағазы қызғылт түске боялды. Бесінші тәжірибе қымызды қышқылының қыздырғанда ыдырауы. Қажетті құрал жабдықтар мен реактивтер: сынауық, қымызды қышқылы, газ өткізгіш түтік, әк суы. Ең алдымен құрғақ сынауыққа 1 мл қымызды қышқылын саламыз. Газ өткізгіш түтігі бар тығынмен жауып, штативке көлбе орналастырамыз. Екінші сынауыққа 1 мл әк суын құйып дайындап аламыз. Ерітіндіні қыздырамыз. Газ өткіш түтіктің ұшын әк суы бар сынауыққа батырамыз. Қымызды қышқылын қыздыру кезінде көмір қышқыл газы бөлінеді, яғни декарбоксилдену реакциясы жүреді және құмыртқа қышқылы пайда болады. Ол өз кезегінде суға және де көміртек тотығына ыдырайды. Көмір қышқыл газының бөлінуін әк суының лайлану бойынша, ал бөлінетін көміртек оксидін жану кезінде жалынның түсі бойынша анықтауға болады. Алтыншы тәжірибе құмырсқа қышқылының хром оксидімен тотығуы. Қажетті құрал жабдықтар мен реактивтер: сынауық, құмырсқа қышқылы, хром оксиді. Ең алдымен құрғақ сынауыққа 1 грамм хром оксидін саламыз.
Оның үстіне 2,5 мл құмырсқа қышқылын саламыз. Реакция бірден қайнай бастайды. Назарларыңызға рахмет.